Сәлем достар, бүгін сіздерге бетке кремді қалай дұрыс жағу керек жолын айтатын боламын. Менің есімім Алуа Омар. Менімен бірге өміріңді жеңілдетіп әрі көркем еткің келсе, осы парақшаға жазылып, лайк басуды ұмытпа. Бәріміз де бетке арналған кремді пайдаланамыз. Крем тек оны дұрыс жаға білгенде ғана жақсы әсерін бере бастайды. Ең алдымен бетті жақсылап тазартып, бетке кремді содан кейін жағу керек. Кремді бетке жаққанда беттің ылғалды болмауын қадағалаңыз. Бет күтімі үшін крем жаққанда оны теріге сіңіру емес, дұрыс уқалау маңызды. Себебі дұрыс уқалаудың нәтижесінде беттегі қан айналымы жақсарып, бет терісіндегі көптеген проблемалардың алдын аласыз. Бетіңізге жағатын кремді қандай мақсатта қолдансаңыз да, ең алдымен жоғары жақтан бастап жағыңыз. Мысалы, маңдай, одан соң мұрын, одан кейін екі жақты айналдыра, содан кейін иекке қарай жағасыз. Ал уқалағанда керісінше иектен бастап маңдайға қарай, яғни жоғары бағытта уқалау қажет. Көздің айналасындағы тері ең нәзік тері болғандықтан әжім ерте түседі. Сондықтан көз айналасына арнайы кремді ғана жағып, мұқият күтім жасаңыз. Бет терісі үшін жағатын кремді мейлінше көз айналасына жақындатпаңыз. Ал көз айналасына арналған арнайы кремді тек бір бағытқа қарай айналдыра отырып жағыңыз. Мойын терісі де бет терісі секілді күтімге мұқтаж. Адамның жас мөлшерін мойынға қарап анықтау қиын еместігі айқын. Сондықтан мойыным жасымды сатып қоймасын десеңіз, бұл аймаққа ерекше қамқорлықты аямаңыз. Мойынға жағылған кремді сіңіру үшін мойынның иықпен жалғасқан тұсынан бастап иекке қарай тарту керек. Яғни бұл да бет терісін уқалау әдісі секілді төменнен жоғары қарай уқалайсыз. Менімен бірге өміріңді жеңілдет әрі сұлу ет. Тағы да көптеген пайдалы кеңестер білгіңіз келсе, менің парақшама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.